Ажырасқан еркекке тұрмысқа шығуға бола ма? Ес-түссіз ғашықпын дейді. Неге болмайды екен? Оның өзі жақсы көріп тұрса, ол бұны жақсы көріп тұрса, неге болмайды екен? Бірақ әрине енді психологтың кеңесі, көрдіңіз бе, біз адамды жоғалтқан кезде, адаммен арғы дүниеге деп қоштасқан кезімізде, ең кемінде біздің халықтың әдет-ғұрпы 1 жыл береді. 1 жылдың ішінде кеткен күні бар, 7 күн, 9 күн, 40 күн, 100 күн, 1 жыл деп сөйтіп өзі бір ритуал, сонымен қоштасамыз. Ана біздің есімізден, жадымыздан, біздің жүрегімізбен күніге әйтеуір сол кісінің бейнесі азайып, сезімдеріміз, онымен байланысты сезімдеріміз қиылып, мына өмірге қайтып келеміз. Ал мынау ажырасқан еркек, ол да ажырасты, ол да жоғатып алды. Бала шағасы бар ма? Келіншегін жақсы көрген бе еді? Ұрсып таласып ажырасты ма? Басқа нәрсемен ажырасты ма? Сонда бұл да ажырасу, бұның да ең кемінде 3 жыл керек. Эмоциялық тұрғыдан алғанда 3 жыл. Сол сіздің ажыраған, жақсы көрген жігітіңіз 3 жыл бұрын, 5 жыл бұрын, 10 жыл бұрын ажыраған болса, онда оның ішкі жараларының бәрі бүтін, сондықтан сізге деген сезімдерін күшейтіп, сізге деген назарын аударып, сізбен бірге отбасы құра алатын шығар. Ал бірақ өзінің әйелімен, бала шағасымен әлі 40 күн болмаған, әлі төсегі суымаған болса, онда сізге обал. Ол бәрібір ерте-ме-кеш өзінің бірінші отбасына, бірінші бәйбішесіне қайтып кететін шығар. Не дегенде бірінші бақ, ол бақ. Ал сіз, қазір өлдім талдым дегенімен, ол әйелімен неше жыл бірге тұрды екен, неше жыл балдарын бақты екен, соған сіз қарсы тұра алмайсыз. Оның өткендегі сезімдері мынандай бір қорап болса, сізбен қазіргі сезімдері кішкентайғы 5 грамм. Соның бәрін саналы түрде білсеңіз, әрине отбасы құруға болады. Құрметтім, егер де сенің де осындай сұрақтар жаныңды жегідей жеп мазалап жүрген болса, 30 жылдық тәжірибесі бар, дипломы бар психолог маман Анна ханымның Ыстықкөлде өткелі жатқан тренингіне қатысуға шақырамыз. Бұл жерден сен өмірлік сұрақтарыңа жауап алып, жаның жай тауып, жаңа өмір бастап қайтатыныңа сенімім мол. Толық ақпарат профилде.